сені ару астана, аялаған мекені махаббаттың. Жұлдыздай жарқыраған жас қала, өзіңнен өмірлік бақыт таптым. Toast to the ones that we lost on the way, 'cause the drinks bring back all the memories, and the memories bring back you. Tip, 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 tip. Memories bring back you. There's a time when I remember, when I did not know no pain, when I believed in forever, and everything would stay the same. Now my heart feel like December, when somebody say your name, and I can't reach out to call you, but I know I will one day. Everybody hurts sometimes, everybody hurts someday, but everything gon' be alright. Go raise a glass and say, here's to the ones that we got. Cheers to the wish you were here, but tonight. Біз технология мен техника дамыған ғылымның түрлі саласында тың жаңалықтар қарқынды ашылып жатқан қоғамда өмір сүріп жатырмыз. Бәсекеге төтеп берудің бір жолы білімді ұрпақ. Ұлылықтың басында ұстаз тұрады дейді дана халқымыз. Олай болса креативті ойлайтын, жаңа дағдыларға бейім ұрпақ даярлау үлкен жауапкершілікті, ізденісті талап етеді. Кейінгі шеберім, жан әке жан жүрегім, самғасам күш қуат демеуім, сүрінсем тірегім. Күндіз күні күн байға кезген шам болып, құмар едім көзіңе, бала кезден ақылы, әлде бөліп маңайлы, асыл тасыл жатасың, атыл жатыр аспанға, шашын шашын жатасың. Сенің келіп жағынан, маған қалай суалдан, сенің келіп жағынан, әкем ақыл суалдан. Қыз бала гүл, қыз бала жүрек, қыз бала енден ызғана бұл, мен де сен де қызғаным. Ай шіркін, қазақтың келіндері, ай гүлдерия, секілді белдері. Мен қазақтың бойындағы қан қазақ, мен қазақтың бес шырқайтын ән қазақ, мен қазақтың бақыты мен бағына, баршаны мен қуанса екен қан қазақ. Аллаларым отан отбасынан басталады деген. Қазақ халқының тірегі де, жүрегі де, жанұя, отбасы. Отбасының алтын діңгегі әкесі болса, ошақ қасында жүретін отбасының жылуы әрине анасы. Сондықтан бәйтерек бұтағымен мың жасайды деген, адам ұрпағымен мың жасайды. Шеше көрген том пішер, әке көрген оқ жонар деген. Сендер білімді болып өссеңдер, сендер ақылды болып, елімізге еңбек ететін азамат болып өссеңдер, ата-анаға одан басқа керек жоқ. Ата-ана сонымен мақтанады, ата-ана баласымен қуанады. Біздің отбасымыздың негізгі құндылығы Сүйіспеншілік, сыйластық, махаббат.